Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Әсел Жұмабекқызы каналыма қош келдіңіздер. Кезекті видеомды қабыл алыңыздар. Бұл видеода сіздерге таңқурайды түрін, түсін, сапасын бұзбай қалай қатыруға болатындығы жөнінде көрсетемін. Егер қазір қатырып қойсаңыздар, ертең қысты күні балапандарыңызға бересіздер. Осылай кашаның үстіне салып берсеңіздер де болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен таңқурайымызды ағып тұрған судың астында жақсылап тазалап жуып аламыз. Жуып болғаннан кейін противень немесе подностың үстіне орамалды жайып, видеода көрсетілгендей етіп таңқурайдың араларын ашып, бір-бірден тізіп қойып шығамыз. Таңқурайлардың бойындағы артық судың барлығы орамалға сіңіп кебуі қажет. Формасы бұзылған таңқурайларды мен бөлек ыдысқа салдым және олардан кейін варенье жасап тастаймын. Таңқурайларымыз бөлме температурасына 1 сағаттай тұрады. Жақсылап кепкеннен кейін барып біз оларды тоңазытқышқа орналастырамыз. Мінекей тоңазытқышта осындай әдемі болып қатып шығады. Жақсылап қатқан таңқурайларды мен арнайы контейнерлерге орналастырып, кері тоңазытқышқа салып қоямын және қажетіме пайдалана беремін. Егер видеом ұнаған болса, сіздер де жасап көріңіздер дегім келеді. Дәл осылайша біз қара жидек немесе қарақат секілді басқа да жидектерді қатыруымызға болады. Дәл осылай қатырылған жидектеріміз өзінің бойында витаминдерін, дәрумендерін сақтап қалады және қыс бойы жеп шығасыздар. Егер видеомды толық көрген болсаңыздар, лайк, комментарий қалдырып кетіңіз және достарыңызбен бөлісіңіздер дегім келеді. Каналымның дамуына үлесіңізді қосып жүргеніңіз үшін рахмет айтамын. Сау болыңыздар.